Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге детский пледтің қалай тоқу керек екенін көрсететін боламын. Крючоксыз, бетсіз қолмен тоқитын боламыз. Кез келген адам тоқи алады. Өте оңай жолын көрсетемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті болатын осы Алезия жібі, арнайы плед тоқу үшін арналған, осындай қалың түрі. Бұл жіп уже дайын, арнайы осындай кольцолармен тұратын болады. Дәл осылар бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Ең алдымен өздеріңізге қанша сантиметр керек, соны өлшеп аласыздар. Мен енін 90 сантиметр еттім. Дәл осылай өлшеп аламыз. Содан кейін тура сол жерінен бастап екіге бүктеп алатын боламыз. Содан кейін осы астта тұрған кольцомыздан үстінен жаңадан қосқан қатарымыздағы кольцоны дәл осылай өткізіп аламыз. Бірінші қатарында дәл осылай тек қана бір ғана кольцоны өткізу арқылы дәл осылай өлшеп алған жерлеріңізге дейін соңына дейін дәл осылай тоқып шығатын боламыз. Келесі бізде екінші қатарында дәл осы астыдағы екі кольцоны аламыз. Содан кейін үстіндегі екі кольцо екеуін дайындап аламыз да. Видеода көрсетілгендей етіп, дәл осылай екеуін бір-біріне айқастырып тоқитын боламыз. Неке дәл осылай осы екінші қатардың соңына дейін тоқып шығамыз.
екінші қатарды аяқтап болғаннан кейін келесі бізде үшінші қатарды да дәл осылай астыңғы бөлігінен 2 қатар, үстіңгі бөлігінен 2 кольцоны алып, екеуін айқастырып тоқитын боламыз. Видеода барлығын анық көрсеттім. Дәл осылай үшінші қатарды да соңына дейін тоқып аламыз. Бізде осындай узор шығып жатыр. Енді келесі төртінші қатарында мен басқа цвет қосқалы жатырмын. Егерде тағы да бір цвет қосамын десеңіздер, дәл осылай бірінші жібіміздің ең соңғы кольцосын дәл ортасына бөліп аламыз. Содан кейін екінші қосқалы жатқан жібімізде де осындай арнайы бау тұрады. Дәл сол екеуін қосып, жақсылап 2-3 рет байлап аламыз. Содан кейін біздің төртінші қатарда қосып жатқан кольцомызды осы үшінші қатарда тұрған кольцодан дәл осылай видеода көрсетілгендерді өткізіп аласыздар. Дәл осылай барлығын біртіндеп, ешқандай кольцо арада қалып кетпеу керек. Барлығынан дәл осылай соңына дейін барлығынан өткізіп аламыз. Содан кейін келесі бесінші қатарға келген кезінде дәл осылай 4 кольцоны алып алып, бір-біріне айқастыру арқылы тоқитын боламыз. Дәл осылай астыда тұрған 2 кольцодан үстіде тұрған 2 кольцоны дәл осылай өткіземіз. Барынша мұқият болыңыздар. Арада ешқандай кольцо қалып кетпеу керек. Барлығы бір-бірінен өту керек болады. Дәл осылай соңына дейін тоқып алатын боламыз.
дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп ары қарай жалғастыра бересіздер. Егер де екінші цвет қосқалы жатсаңыздар, дәл осылай ең соңғы бір кольцоның ортасынан қиып алып, содан кейін осы тоқиын деп жатқан жіпке арасынан өткізіп айлап алып ары қарай жалғастырып кететін боламыз. Мен қазір көрсетіп жатқаным дәл алғашқы басында жасаған сияқты барлығы бірінші қатарында дәл осылай тек қана бір кольцодан өтеді барлығы. Содан кейін екінші және үшінші қатарында астыдағы екі кольцоны үстіндегі екі кольцомен айқастырып тоқып, дәл осылай өздеріңізге қаншалықты ұзындықта керек болады сонша етіп соңына дейін тоқып алатын боламыз.
мінекей осымен плед аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.